Барша менің оқырмандарым менен арнамның қонақтарына баршаңызға мың сәлем. Мен арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін дайын қамырменен, дайын фаршымнан осындай самса пісіргелі жатырмын. Егер қызықтырса, менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Арнаға тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыздар, менің күнбе-күнгі шығаратын осындай бейнелерімді жіберіп алпай қарап отырасыздар дегім келеді. Мен енді өзімнің тәжірибемнен алып жасайын. Менің тәжірибем енді асхананың жұмысына енді қосылып келе жатырған фильмдерге пайдасын тигізері анық әрине. Мынау менің алдын ала жасап қойған самса қамырым және осындай фаршым лет көп қылып жасап қойып, содан артып қалғандарды осылай міндетті түрде мұздатқышта алып қоям. Соны мен бір жарты сағат бұрын шығарып қойдым. Енді соны жасамақшымын. Енді жаңағы қамырымызды осындай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Самсаның түйілуі небір әдістері менің арнамда бар. Сондықтан да менің арнама кіріңіздер, қараңыздар, сіздерге әрине пайдасын тигізері анық. Мен осындай бірнеше бөлікке бөліп алдым. Енді оны қазір оқтаудың көмегімен жаңағы домалақтап жайып аламыз. Осындай жайып алдық. Енді шамаларыңыз келгенше шет жағын кішкене жоғартып қарап алыңыздар. Мен көбіне өзім осындай самсаларды түйетін кезде өзім қолымның көмегімен ақ жоғартып аламын да жасай берем. Енді мен бүгін осындай бір домалақ түрін жасап көріп жатырмын. Ылғи жаңа үш бұрышты не болмаса әдемілеп өріп жасайтын едім. Бүгін мен асығыспын. Сондықтан да уақыттың тапшылығына байланысты осындай домалақтап қана жасап тастап жатырмын. Бұл да жақсы әдіс. Осындай әртүрлі самсаның түрі болып шығады. Әрбір жаңағы әйелдің, мен ойлаймын, мұздатқышында осындай қамыры, фаршы міндетті түрде әзір тұру керек. Осындай асыққанда жарты сағат бұрын шығарасыз да, содан кейін жайлап жасай бересіз. Ыссы тамақ піспегенде ыссы самсамен шай ішіп алсаңыз, әрине өте керемет болады. Енді мен жұмыртқаның сарысына бір кішкентай ғана су құйып, бетін жаңағы жұмыртқаның сарысымен жағып жатырмын. Оның үстіне көңілді жұмыртқаларын себетін болам. Сонда тым жақсы ып-ыссы самақ болып шыға келеді. Құрметті менің оқырмандарым, менің арнамда әртүрлі салаттардың, ыссы тағамдардың өзімнің тәжірибеммен шыққан жаңағы көптеген рецептлары бар. Кіріп қарауларыңызға болады. Менің духовкам 180 градусқа қосулы тұр. Енді соны өте қызартпай сарғайып тұрған кезде алып алатын болам. Бір 30-35 минутта пісетін болады. Не осындай болып шықты, бір 35 минуттай пісті менің самсам. Өте жақсы күтірлеп тұр. Енді кішкене қамырымның арасы ашылыңқыраған екен, ондай болады. Мен осындай самса күтірлеген шықты. Осымен мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Менің арнамда келесі кездескенше қош сау болыңыздар.